Бәріңізге сәлем, сіздермен халық емі арнасы. Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып, өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің өршуіне себепші болады. Құрметті достар, каналымыздың дамуы үшін каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздердің жаңа әрі пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес, бұл иммунитетті қамтамасыз етуді қоса алғанда бірқатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капиллярларға ену өте қиын. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына әкеледі. Бұл жағдайда қанның ұюы инфаркт немесе инсульттің пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне салысымен-ақ арнайы маманмен кеңес алып, емдік шараларын бастау қажет. Қанның қоюлануына мына факторлар әсер етеді. Сапасыз су. Күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 85%-дан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды, атап айтқанда лас немесе хлорлы суды жиі ішсе, дене оның өзгеруіне көп жасушалық энергияны жұмсауы керек. Оның дұрыс құрылымды болуы өте маңызды. Өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттардың сіңуін жақсарту болып табылады. Ағзаның қышқылдануы. Қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адам рационда қышқылды тағамдар көп болса, атап айтқанда сүт, жұмыртқа, тазартылған қант, қанның қойылуымен бірге қышқылдануы орын алады. Электромагниттік сәуле. Қанның құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады. Қанның қатерлі ісігі. Ауру сүйек кемігінде тұтқырлықтың жоғарылауымен бірге жүретін қызыл қан жасушалар мен ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара бастайтынына әкеледі. Улану. Ағзаны ауыр металдармен және химиялық заттармен улау. Қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденген. Авитаминоз. Ағзадағы аскорбин қышқылының және Б тобындағы дәрумендердің тапшылығы себеп болады. Қанның қоюлануының алғашқы белгілері. Көру және есту қабілетінің нашарлауы. Қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеу байқалады. Осымен бірге құлақта шу пайда болуы мүмкін. Тыныс алудың қиындауы. Жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда аритмия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта да болады. Аяқ-қолдардың шаншуы. Әдетте шаншу аяқ-қолдардың ұю сезімімен бірге жүреді. Бұл қан капиллярларға жақсы тамбағаннан болады. Осы кезде теріде көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшерде жетіспегендіктен адам жиі есінейді, әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Мазасыздану. Алаңдаушылық сезімнің туындауы. Жаны жай таппай, үнемі алаңдап отыруы. Бұлшық еттің ауруы. Қызуыңыз көтеріліп, сай-сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалғандай күй кешпейсіз. Ауру әсіресе бастың артқы жағынан басталады. Баяу, қан кету. Қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады. Бас ауруы. Қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз.
аурудың алдын алу және емделу жолдары. Қанның қоюлануына алкоголь, ысталған ет, газдалған сусындар да ықпал етеді. Оның орнына балық немесе балғын көкөністер, брокколи, қырыққабат және жеміс-жидектерді, құлпынай, жүзім және ананас үзбей жеңіз. Оған қоса зімбір сусынын ішу өте пайдалы болмақ. Күнде таңертең 10 шақты кез келген жаңғақ жеуге болады. Ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет. Каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз.